Барлықтарыңызға сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Камила. Бүгін мен өте пайдалы тақырып қозғайтын боламын. Кейде бізде азандан немесе таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін бір жағымсыз иістер шығып жатады, ауыздан жағымсыз иістер шығып жатады. Негізі көбінесе ол асқазаннан, бірінші орын асқазаннан. Екінші себеп ол тістен, десна, тістің еттері бар ғой, содан шығуы мүмкін. Ал достар, енді мен сіздерге сол жағымсыз иістермен құтылудың ең бір қарапайым үй жағдайында қолданылатын методты айтатын болсам, кәдімгі ол тұз. Біз қолданып жүрген тұзбен күніне 2 рет шаясыз аузыңызды. Жарты шай қасық тұзды жылы суға араластырып, сөйтіп аузыңызды шаясыз. Ол кәдімгідей көмектеседі. Тұзды білесіздер ғой, ол кәдімгідей антисептик сияқты болып ауыздағы жағымсыз микрофлораны, микробтарды өлтіретін болады. Ал екінші метод тұз көмектеспейтін болса, енді тұзды да бірге шайып жүресіз ғой. Екінші метод ол гвоздика. Гвоздиканың қазақшасы бұл қалампыр. Кәдімгі магазиндерден сатып алсаңыз болады. Толып тұр гвоздикан. Бір штук гвоздиканы кәдімгідей аузыңызға салып, шайнап, сағыз ретінде шайнап, оны жұтпайсыз. Сағыз ретінде шайнайсыз да, тастап жібересіз. Соның иісі аузыңызда кәдімгідей қалады. Кәдімгідей аузыңызды ерекше бір өзінің қалампырдың иісі бар, сондай иіс шығып тұрады. Егер сіздерге ұнаған болса бұл видео, әлбетте сіздерден лайк күтемін, және де комментарий, каналымызға подписаться етуді ұмытпаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз, және де қазақ тілді контентті біргелікті қолдайық. Сіздерге көп рахмет.